Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапханада «Туған жер» атты өлкетану интернет порталы әзірленді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2017 жыл жариялаған «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» атты өзінің мақаласында өлкетану бағытында «Туған жер» бағдарламасын қолға алуды ұсынған болатын. Жобаның басты мақсаты жас ұрпақтың бойына отанға деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезімді қалыптастыру. Тұңғыш президенттің бұл бастамасын солтүстік қазақстандықтар бір ауыздан қолдады. Нәтижесінде қасиетті қара шаңырақта сайт пайда болды. Интернет портал арқылы кез келген жан Аққайындар өлкесінің тарихымен, табиғатымен және даму қарқынымен таныса алады. Сондай-ақ өңірімізден шыққан белгілі адамдардың өмірі мен қызметі туралы ақпарат алуға мүмкіндік бар. Туған жер өлкетану интернет порталы келесі бөлімдерден тұрады. Оқиғалар бөлімінде өлкетану тақырыбында өткен іс-шаралар туралы мәліметтер қамтылған. Хронограф бөлімінде өңірдің тарихи кезеңдерін қамтитын материалдар және солтүстік Қазақстан елді мекендерінің шежіресі берілген. Кеңістік бөлімі облыстың тарихи нысандары, киелі жерлер, архитектура ескерткіштері, діни нысандар және тағы басқалар туралы. Бағыттар бөлімінен туристік нысандар және туристік бағыттар туралы мәліметтер табуға болады. Адамдар бөліміне солтүстік Қазақстан облысынан шыққан атақты адамдар, тұлғалар, ақын жазушылар, ғалымдар, халық ақындары, қоғам қайраткерлері және тағы басқалар туралы материалдар жинақталған. Пайдалы материалдар бөліміне толық мәтінді өлкетану каталогтары мен деректер базалары облыс кітапханаларының әдістемелік материалдары кірген.